Көріпкел Төлеубике Накина. Қарағанды облысындағы Қарқаралы қаласының тұрғыны Төлеубике Накина тіпті скептиктерді де таң қалдырған. Адамның өткеніне, бүгініне және болашағына көз жүгіртетін сирек кездесетін қасиетке ие болған. Оның ерекше көріпкелді қасиетін ғалымдардың зерттеуі үшін Кеңес одағының астанасына көшуді ұсынған хаттар Мәскеу ғалымдарынан жиі келіп тұратын. Алайда Буке апа өзінің үйінен кетуден үзілді-кесілді бас тартады. Төлеубике 1914 жылы туып, 1990 жылы 76 жасында қайтыс болады. Оның болжамдары 100%-ға дейін орындалатын болған, ал ерекше көріпкелді қасиет Буке апаға нағашы атасынан дарыған. Нағашы атасы Бекқожа да өз заманында белгілі көріпкел емші болған. Басылымда құқық қорғау органдары Буке апаның қабілеттерін жиі пайдаланғаны жазылған және қылмыстарды ашуға көмектескен бірнеше жағдайларға тоқталған екен. Атап айтқанда, түнде ұрылар жорыққа шығып, Қарқаралыдағы әмбебап дүкеннің құлпын бұзып, көптеген заттарды алып кеткен. Сол уақытта милиция қылмысты аша алмаған соң, бөлімше бастығы Буке апаға көмекке жүгінеді. Көріпкел ұрының жалғыз болғандығын және қазіргі уақытта Қарқаралы үңгірлерінің бірінде ұйықтап жатқандығын дәл айтып береді. Милиция бастығы сол үңгірді көрсетуін өтінеді. Буке апа милиция қызметкерлерімен бірге орманға барып, үңгірде қатты ұйықтап жатқан ұрының үстінен түседі. Ұрланған заттарды да сол жерден табады. Осы операцияның барлық қатысушылары Буке апаның қасиетіне таң қалған екен. Тағы бір жағдай туралы көріпкелдің қызы Раушан апай Накина Ордашева былай дейді. 1974 жыл ма, әлде 1975 жыл ма екен, Қарағайлы кентінде төтенше жағдай орын алды. Жергілікті түрме бастығының құжаттары мен тапаншасы ұрланған. Олар ұзақ уақыт іздейді, бірақ ешқандай нәтиже бермейді. Түрме бастығы анамның көмегін сұрау үшін анамды іздеп ауылға барған. Ол уақытта анам екеуміз хал үстінде жатқан жасы келген туысымызға барған едік. Сол үйге кіріп келген түрме бастығы тізерлеп отырып, анамның көмегіне мұқтаждығын айтады. Анам оған тұр деп бұйырып, ештеңе айтпасан да болады, мен бәрін де біліп тұрмын, көмектесемін деді. Анам туысының күйеуіне: сіз дайындала беріңіз, науқас 3 күннен кейін қайтыс болады, ал біз ұрыны табу үшін Қарағайлыға барамыз деді. Анам айтқандай туысы 3 күннен кейін қайтыс болды. Біз Қарағайлыға түнгі сағат 3-те келіп, бірден түрмеге бардық. Анам барлық тұтқындарды оятып сапқа тұрғызуын өтінді. Ғимараттың үлкен кілттер шоғырын қолына алды. Түрме бастығына барлық тұтқындар алдымнан өтсін, ұры өтсе байланған кілттерді еденге лақтырам деді. Мен шетте отырып, не болып жатқанын сыртынан бақылап отырдым. Тұтқындар анамның алдынан баяу жүре бастады. Олардың бірі анамның алдынан өте бергенде, анам кілттерді еденге лақтырды. Сол еркектен сұрақ жауап алынды. Басында ол қылмыс жасағанын мойындамай, артынан қылмысын мойындады. Түрме басшысының, анамның және бірнеше қызметкерлердің ілестіруімен ол өзі тыққан заттардың орнын көрсетті. Ол ұрланған нәрселерді дәретхана үшін қазылған шұңқырға көміп тастаған екен. Осылайша жоғалған заттар табылды. Түрме бастығы анамның көмектескені үшін риза болып, алғыс ретінде қой әкеп берді. Келесі бір оқиға 80-ші жылдары болған еді. Біз ол кезде Қарқаралыдан бірнеше шақырым жерде тұрғанбыз. Үйге келсек, үйімізді тоңап кеткенін байқадық. Жаңа заттар мен алтын сақиналар, сондай-ақ ет жоғалған. Әрине, мен бірден анама бардым. Ал сіз не ойладыңыз? Анам милиционерлерді шақырып қойған екен. Милиция көлігімен менің үйіме бардық. Милиционерлер көрші үйлерді тінтпек болған. Оған анам: көршілерді алаңдатудың қажеті жоқ. 5 шақырым жерде орманшының үйі бар. Ұрланған заттар сол үйде деп айтты. Орманшы анамды көргенде қатты қорқып кетті. Біз үйге кірдік. Анам бір милиционерге гүл тұрған құмыраға ақырын қолын салсын деді. Гүл құмырасында қағазға оралған менің алтын сақиналарым болды. Содан кейін анам бәріне далаға шығуды бұйырып, басқа да ұрланған заттарды қайдан іздеу керектігін көрсетті. Ұрланған ет құдықтың жанындағы шұңқырдан табылды. Ал басқа заттар туралы анам оларды араққа сатқанын және оларды қайтармау керектігін, өйткені
бұл үйге жамандық әкелуі мүмкін деп айтты. Мен жұмыс істеген мекеменің қызметкерлері ұрылар болып шықты. Олар күйеуім екеуміздің кетіп қалғанымызды, үйде ешкім жоқ екенін біліп қылмыс жасаған. Олардың бірі орманшының ұлы еді. Соның үйінен жоғалған заттарды таптық дейді Раушан апай. Бұдан басқа да Қарағанды облысының Ақтоғай ауылының тұрғындарына көріпкел жалақыны алуға көмектескен. Мекемелердің бірінде ұрылар кассадан үлкен соманы ұрлап кеткен. Милиция бұзақылықтың ізін таппай бәріне кассирді айыптады. Сол кезде ол шарасыздықтан Қарқаралыға көріпкелге апаруды өтінді. Буке апа оларды күтіп отырған екен. Көріпкелдің бір ерекшелігі, ол алыс жолдан келе жатқан қонақтарды көрген кезде олар үшін алдын ала тамақ дайындаған. Бұл жолы да солай болды. Ол алдымен қонақтарды тамақтандырған. Содан кейін кассирге: "Ақшаны сен ұрлаған жоқсың. Сол күні сен жұмысшылардың бірімен арақ ішкенсің. Сол адам ақшаны ұрлап, шеберханадағы станоктың астына жасырып қойған. Қазір ауылға барып, ақшаны табасыңдар. Егер асықпасаңдар, ұры ақшаны алып қашып үлгереді" дейді. Осылайша Буке апаның көріпкелдігінің арқасында ақша табылыпты. Буке апа өзінің алпауыт күштерін көрсеткен тағы бір оқиға Жамбылда болды. Онда 13 жасар қыз жоғалып кетті. Көріпкел келген милициялар мен қыздың анасына жоғалған қыздың тірі екенін, оны ер адам ұрлап әкеткенін және жертөледегі жартылай қаңырап қалған ағаш үйде ұстап отырғандығын айтты. Алайда тергеушілер ғимаратты таба алмай көріпкелге барып, өзі сипаттаған үйдің қай жерде екенін көрсетуді өтінді. Апа көмектесуге келісті. Милиция бастығы көріпкелді өзі қарсы алды. Апа оған таңертең жедел қызметкерлерінің азаматтық формада келуін және оның соңынан еруін бұйыруын өтінді. Буке апа қыз баланы ұстап отырған үйдің қасына жақындап тоқтады. Үйден ер адам шықты. Көріпкел алдын ала белгіленген белгіні берді. Қалтасынан орамал алып жерге лақтырды. Милициялар жүгіріп келіп ер адамды ұстап алды. Ал жоғалған қызды дәл жертөледен тапты деп еске алады Раушан апай. Осы уақытқа дейін Буке апа Қарқаралы тұрғындарының есінде. Ол нағыз көріпкел болды. Қиын жағдайларда адамдарға көмектесіп, өзінің көмегі үшін материалдық алғыс сұрамаған да және күтпеген де екен. Осы оқиға Наша ярмарка басылымынан аударылып алынған. Бейнебаянда айтылған Буке апа туралы тың деректер болса, комментарийге жазып бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.